Осыдан 10 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жастарды жұмыспен қамту үшін Жасыл ел бағдарламасын жүзеге асырған болатын. Бүгінгі таңда еліміздің әр облысында бағдарлама қарқынды жұмыс істеуде. Биыл 300-ден аса солтүстік қазақстандық студент Жасыл ел штабында еңбек етті. Солтүстік Қазақстан облысында Жасыл ел еңбек жасағы өз жұмысын шілде айында бастады. Студенттер өңіріміздің 9 ауданындағы 12 орман шаруашылығында жұмыс істеді. Шілде айында 225 адам жұмыспен қамтылса, тамыз айында 100-ге жуығы еңбек етті. Жастары 14-29 жас аралығында. Всего мы выполнили квоту в 325 человек. Бізге жергілікті бюджеттен 9,5 миллион теңге, республикалық бюджеттен 6 миллион теңге бөлінген болатын. Ол қаражат түгелде игерілді. Биылғы жылы 25 қыркүйекте маусымның жабылуы болады. Бұл мереке кең көлемде атап өтілмек. Өйткені биыл біздің бағдарламамызға 10 жыл толып отыр. Жасыл ел бағдарламасы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы арқылы жүзеге асырылады. Производит уход. Жасыл ел еңбек жасақтарының міндеті жас көшеттер отырғызылған жерлерді күтіп баптау және олардың маңайларын абаттандыру. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Әсел Шияпова жазғы демалысын тиімді өткізген. Ол Жасыл ел жасағында еңбек етіп, оқу құралына қажет қаражатты өзі тапты. Мы занимались тем, что Мен Жасыл ел еңбек жасағында шілде және тамыз айларында, яғни 2 маусым бойы жұмыс жасадым. Маған онда жұмыс істеу өте тиімді әрі қызықты болды. Жастарға да, қоршаған ортаға да пайдасы орасан бастаманы көпшілік қолдап отыр. Бұл жазғы демалыстарын пайдалы өткізгісі келетін студенттер үшін таптырмас мүмкіндік. Жасұлан Бектен, Ерлан Қалиев, ақпарат.